Елімізге АЭС не үшін қажет? 33 мемлекеттің атом электр станциясынан өте көп мемлекеттер солардың электр энергиясын пайдаланады. Пайдасы мен зияны қандай? Енді соны шеше алмастан жаңа басқа жолмен, жаңа жағу жолмен өтетін болсақ, онда біз жаңа екі есе тарифті төлеуге мәжбүр боламыз. Қосымша бюджетімізден шетелге де төлеуге мәжбүр болып қаламыз. Көбісі адамдар бізде қорқады. Халықпен кездескенде халықтың пікірін тыңдау керек. Оларда қандай күмәндар бар, соған жауап беру керек. Ал егер біз осы АЭС-ті салмасақ? Болашақта көпшілігіміз осы атом, электрон, протон, нейтрондық энергияларға өтуге мәжбүр боламыз. Оны дамытуымыз керек. АЭС салу экономикалық тұрғыдан қаншалықты тиімді? Ал енді экономикалық өсу үшін электр энергиясы керек. Сапарбай Досжанұлы, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қазақстанда биыл 6 қазанда АЭС салу мәселесі бойынша референдум өтеді. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа жолдауында айтты. Жалпы елімізге АЭС не үшін қажет, және де оның пайдасы мен зияны қандай? Бұған сол атом электр станциясын салу мәселесінен алдын біздің бүгінгі күндегі экономикалық жағдайға бір ауыз тоқтап өтпекшімін. Неге? Себебі біз экономикалық дамушы мемлекетпіз. Бір қалыпты жағдайға әлі жеттік деп есептемейміз. Себебі бізде мүмкіндіктеріміз бар. Соның біразын пайдаландық, бірақ әлі де өсуге, яғни экономикалық дамып, 30 болмаса да бір 40 дамыған мемлекеттің қатарына қосылуға мүмкіндігіміз бар. Бұл біздің мынау стратегиялық жоспарымыз болған ғой, 2050 деген. Сода біз алдымызға қойған мақсатымыз. Неге енді экономикалық өсуіміз керек? Себебі біз европалық елдерді қарайтын болсақ, оларда енді біз қызығамыз ғой олардың сондай жетістіктеріне, Жапония, Сингапур деп айтамыз. Оларда жалпы ішкі өнім жан басына шаққанда бір 50 мың, 60 мың содан жоғары. Ана бір кішкентай Люксембург деген мемлекет бар, $110 мың жан басына шаққанда. А бізде бүгінгі күнде 12 мың, 13 мың. Біз енді сол мәйлі 50-60-ға жетпесек те, мынау 25-30 мың долларға жететін бүгінгі күнде мүмкіндігіміз бар. Соны президентіміз өткен жылғы жолдауында, экономикалық жолдау болды ғой. Сонда мынау биылғы жаңағы ұлттық бағдарламалар кезінде айтты, 2029 жылға дейін біз жалпы ішкі өнімді 2 еселеп көбейтейік деді. Яғни бүгінгі күнде 235-240 миллиард доллар болатын болса, 450 миллиард долларға дейін жеткізу мақсатын қойдық. Біздің мақсатымыз сол. Егер 450 миллиардқа жететін болсақ, халқымыз бүгінгі күнде 20 миллион, 4-5 жылда және бір 2 миллион қосылса, Алла жазса, сонда 22 миллион халқымыз болады да, жаңағы 450-ді 22 миллион халыққа бөлсек, бір 25, жаңағы мен айтқан 30 мың долларға жетеміз. Бұл шығыс Европаның бүгінгі дәрежесінен біз асып өтеміз. Оған мүмкіндіктеріміз бар. Оған жаңағы жер қойнауымыз дейміз ба, географиялық жалғасымыз, халықтың бізде сауаттылығы, барлығы жеткілікті бар. Осы кейін біздегі неге экономикалық өсу өте маңызды, себебі экономикалық өссек, біз мынау қазір күнде халқымыздың 1 миллион 200 мыңы, енді Әлем банкі айтады, Қазақстанда 1 миллион 200 мыңы кедей жасап жатыр. Бұлар нашар, жәрдемге мұқтаж. Жаңа президенттің өзі де көп айтады, несиемен жасап жатқан халықтар бар дейді. А егерде біздің дәрежеміз, байлығымыз көтерілсе, оларға бюджеттен жәрдем беру мүмкіндіктеріміз болады. Яғни біздің жаңа бюджетіміз үлкейеді, жалпы ішкі өніміміз үлкейеді, кәсіпорындардың, адамдардың табысы көбейеді, олар салықты көбірек төлейді. Сөйтіп біз жаңағы енді 18-19 миллион адам өзін-өзі қамтамасыз ететін болса, сол 1 миллион адамға жәрдем беру қиын емес. Дүние жүзінде сондай. Әрине, енді Алланың өзі жаратқаны, мүгедектер бар, көп балалылар бар, мұқтаждар бар. Оларға біз жаңағы жәрдем беруіміз керек. Сонда халқымыздың өмір сүру деңгейі жоғарыланады.
өзі мемлекеттің да, халықтың да былай не дейді, жаңағы бағдарламалар әрекет етуінің мақсаты, экономикалық өсуінің мақсаты осы. Кейбіреулер былай дейді, мәселен Жапония соңғы бір 20 жылда бір жайда тұрған сияқты болды да, 0,2%-ға өседі, өспейді, себебі олар бір дәрежеге жетіп алды. Сол оларға не дейді, бір тұрақты. Олар содан түсіп кетпеуді ойлап жатыр. Европаның дамыған мемлекеттері де соны ойлайды. Бір 0,2% өссе қуанады. Ал біз енді әлі дамушы мемлекетпіз. Мына Қытай, Индия, біз сияқты мемлекеттер бір 6-7-8%-дан өсеміз дейміз. Осы жерде және бір нәрсені айтуым керек. Қазір біз энергияға өтуден алдын экономикалық өсудің екі жолы бар. Экстенсивті дейді, халықтың саны өскен сайын экономика бәрібір өсе береді. Себебі тұтынушы жейтін адам көбейеді ғой. Бұл мынау оңтүстік Азия мемлекеттері, үлкен оңтүстік Азия деген қазір бір ұғым пайда болды ғой. Яғни Пакистан, Бангладеш, Индия, Индонезия сияқты мемлекеттердің халқы өте дүркін өсіп жатыр да, олардың экономикасы да өсіп жатыр. Оларға енді шикізат керек, оларға басқа қаржылық нәрселер керек. Ал ол экстенсивті өсуді қамтамасыз етеді. Ал біз интенсивті өсуді қамтамасыз етуіміз керек. Халқымыз енді жаңағы оңтүстік мемлекеттер сияқты емес, бізде жаңағы бар болғаны 1,5-2% ғана өседі. Сондықтан мынау өсімді біз бір 6% деп неге айтамыз, өсуіміз керек деп. Себебі сол 6%-дің жаңа 1,5-2% ол экстенсивті өсу, халықтың өсуімен жеп қойылады. Ал енді қалған сол 4-5% бізге жаңағы Шығыс Еуропа елдерінің қатарына қосылуға мүмкіндік береді. Енді экономикалық өсім керек екен. Ал енді экономикалық өсу үшін электроэнергиясы керек. Жалпы энергия керек, а соның ішінде электроэнергия керек. Енді бүгінгі күнде біздің осы электроэнергиямен қамтамасыз ететін былай құрылымына қарасақ, былай енді цифрлар сәл өзгеруі мүмкін, бірақ негізінде 80% я біз көмірден электроэнергия аламыз, я мұнайдан, я газдан. Яғни жер асты байлықтарымызды жағу арқылы біз электроэнергиясын шығарып жатырмыз. Екібастұзда әрбір қаланың жанындағы жаңағы жылу электростанциялары, солар мұнайды, газды, көмірді жағып электроэнергиясын беріп тұр. 80%-іміз. Бір 14-15% су электростанцияларын аламыз. Мына шығыста Бұқтарма кесіміз бар, жаңағы Алматыда Мойнақ кесін салдық, Шардарада кестеріміз бар, әжептәуір бір енді 10-14%, бұл да енді жер жүзінде 20% электроэнергиясын алған болса, біз 14% енді мүмкіндіктерімізді пайдаландық. Бірақ мынау көрші Қырғызстан, Тәжікстан 60-70% электроэнергиясын сол су электроэнергиясын алып жатыр. Неге? Себебі оларда тау. Яғни жоғарыдан жаңағы 2000 метр биіктіктен су жаңағы 500-600-ге түскенше өте көп потенциалдық энергия береді. Олар бір өзеннің бойынан жаңағы Қамбар-ата 1, Қамбар-ата 2, Тоқтағұл деген гестерін сақ қойғанда, Тәжікстан Нүрек гестерін, Вақшниктерін гестерін саған, олар соған өздерін қамтамасыз етсе болады. Ал бізде ондай жоқ. Біз мынау Нұраның бойына, я болмасам Есілдің бойына электростанциясын саламыз ба? Ол ешқандай электроэнергия бермейді. Өзі зорға ағып жатқанын өзін. Тегіс жеріміз. Осы енді бұл екінші, біріншісі жаңағы көмір жағып, мұнай жағып, газ жағып, бұл бірінші 80%, екінші 14% су электростанциясы. Біз 2017 жылы экспо өткізгеннен кейін баламалы, яғни жасыл энергетикаға өтіп, әрекет жасадық. Содан бүгінгі күнде жеткен нәтижеміз бір 6-7% жел мен күн электростанциясын алып жатырмыз. Олар барлығымыз білеміз, Қордайда бар, жел, Ерейментауда бар, өте көп. Кейін күн сәулесін біз неде Жамбылда облысында, жаңағы Бауыржан Момышұлы ауданында, Теріс өзенінің бойларында, басқа жерлерде де қолданып жатырмыз. Бірақ бұның бүгінгі күндегі технологияның осы жақын жылдардағы да беретін мүмкіндігі бір 10%-дан аспайды екен.
біздің жағдайымызда. Енді бұны мынау Канада мысалында біз табиғатымыз бір-біріне жақын ғой. Бірақ енді канадалықтар не істеді? Халқының 80-85%-ын анау өзен көлдердің жағасында орналасып қойды да, бүтін территориясы бос тұр. Бірақ біз ондай бос істей алмаймыз. Бізде халық бүтін Қазақстан бойынша бір тең орналасқан. Біз айтамаймыз ғой енді мынау солтүстікте жасамаңдар, оңтүстікке көшіңдер, мысалы шығыста жасамаңдар, батысқа көшіңдер дей алмаймыз. Бірақ Канада соны істеді. Сөйтіп жаңағы күн электр станцияларының тиімділігі аз болғаннан кейін олар одан бас тартқан жоқ қой, жаңағы азғантай ғана қалдырды. Бірақ енді жел электр станциясына. Сондықтан енді жаңа күнді бітірейік. Біздің табиғатымыздың сонда жеріміздің жартысы күн электр станциясына оншалықты тиімді емес екен. Оған көп бір инвестиция саламыз, құрамыз, ал енді беретін электр энергиясы жақсы, мынау Турция сияқты, Италия сияқты, Греция күні көп жерлерде 22% тиімділік екен да, эффективность дейміз ғой, бар болған 22%. Мына енді жылу электр станциялардікі 30-40, кейбір жерде 60%-ға дейін шығады. Біз сондай тиімді жолын табуымыз керек. Сөйтіп күн электр станциясы біздің климатымызға тура келмейді, енді жел қалды, жалғыз ғана жел. Ал енді желді де осы мен энергетиктермен сөйлестім, экономикалық тиімділігі бүгінгі күнде өте қиын. Неге? Себебі мынау Германия, Ұлыбритания сияқты мемлекеттер теңізге жаңағы жел электр станцияларын салып жатыр. Неге? Себебі жаңағы бриз деген жел теңізден жерге қарай бір бағытты ғана ұрады екен. Сөйтіп олар жаңағыны қойып қондырғыларын ешқандай не дейді, онша қиыншылықсыз электр энергиясын алып жатыр. Ал біздің мына тегіс жерде, мәселен Астананың өзінде дейгі, бүгін жел батыстан ұрады, ертең шығыстан ұрады. Бүрсігін мына жақтан ұрады. Әр жағымыз. Сондықтан жаңағы қондырғыларды реттеудің өзі өте үлкен бір қиындықты туылады. Сондықтан енді әрине олардың технологиясын жаңарта берген сайын біз оны қолдана береміз, жасыл энергетиканы. Сөйтіп жаңағы бүгінгі күндегі сол 6-7%-ды мүмкін 10-15%-ға жеткізетін шығармыз. Қараңыздар, сонда 10-15% жаңағы баламалы жасыл энергетика болды, 10-15% су электр станциясы болды, қалғаны 70-ті біз тоқтатуымыз керек. Неге? Бұған екі себеп бар. Бірінші, мынау біз Біріккен ұлттар ұйымының мүшесіміз, сондықтан дүниежүзі бойынша қабылданған шешімдер бар. Киото конференциясында, Париж конференциясында, экология конференциялар болды ғой. Сода айтты, 2050 жылға дейін көміртектік нейтралдыққа жетуіміз керек. Яғни көміртегін жақпауымыз керек. Мен осы жерде бір айтып кетейін, сол көмір, мұнай, газдарды жақпасақ, біз оны қап кетеді ма деген ұғым пайда болмау керек. Біз оны химиялық жолмен істете береміз. Қайтаға ол бізге өте жақсы, жақсақ бір 40-50 жылға жететін болса, химиялық өндіріске қолданатын болсақ, ол 100-150 жылға жететін бізге шикізат болады. Сондықтан одан қорықпау керек. Бірақ жағуға рұқсат жоқ. Неге? Себебі жақсақ көміршікші газ аспанға шығады, жер климаты өзгеріп жатыр. Мынау өткен жылдардағы Қызылорда, батыстағы қуаңшылық осыдан кеп шығып жатыр. Біз сондықтан дүниежүзінің жаңағы қабылдаған шешімдерін бізді разы болып, 2050 жыл деген еді, енді жер жүзі. Біз 2060 жылға алдық. Біз айттық, енді бізде сәл қиын, көп инвестиция салуымыз керек деп, сол жаңағы мұнай, газ, көмірді 2060 жылы жалпы жақпауымыз керек. Барлық жылу электр станциялардың барлығын біз басқа жолға өтуіміз керек. Сондағы жаңағы 70%-ды басқа жолы қайсы болады бізде? Атом ғана қалады. Сондықтан бүгінгі күнде, мәселен, менің өзім экономист ретінде, егерде мынау 70%-ның соның бүгінгі күнде бір 10-15%-ын бір атом электр станциясы беретін болса, бізге мүмкін мынау Жәкішевтің, Мұхтар Жәкішев енді атом ядрщик қой. Ол айтқандай 4-5 атом электр станциясын салуымызға, енді бұл әрине жақын орта емес, 30-35 жылдар емес, 40, болашақта 50 жылдарға дейін, 60 жылдарға дейін және көбірек салуымыз керек шығар.
бұл мынау жалпы экономикалық өсудің қажеттілігінен туындаған біздің пікірлеріміз. Енді егер де біз айтсақ болмады, біз енді жаңағы 30-40%-ын бәрібір сол жаңағы дәстүрлі мұнайда, газда өте бір жаңағы технологиялық қосымша бір қондырғылар қойып, көмірқышқыл газын өте аз шығаратын, қылып шығаратынды қолданатын болсақ, бәрібір қолдануымыз мүмкін да, енді технология дамып келе жатыр ғой. Соның өзінде жаңағы Париж конференциясының шешімі бойынша, егер де біз сол бәрібір жаңағы жерасты байлықтарымызды жағатын болсақ, соның өзі мынау әлемдік дамудың дұрыс жолы болмайды да, біз жаңағы баламалы энергияға өткен мемлекеттерге төлем төлеуіміз керек. Сонда біздің өзіміздің жаңағы тарифтерімізге халқымыз төлеу керек, кәсіпорындар төлеу керек. Қосымша бюджетімізден шетелге де төлеуге мәжбүр болып қаламыз. Мәселен, жаңа Европа мемлекеттері қазір енді дүние жүзінде неге енді жұрттың бәрі Европаға қызығады? Олар сол экологияға өте көп көңіл бөледі. Өте көп инвестиция салады. Сөйтіп олар Европаның ауасын тазартып тұрса, ал біз бұяқтан Азиядан жаңағы бұрқыратып түтін шығарып тұрсақ, айтады, біздің дейді әрекетіміз бос кетіп жатыр, сондықтан сендер бізге ақша төлеңдер деген, енді сондай жүйе қабылданды да. Бұны енді біз мұнай өндіретін мемлекеттер алдын бір осы дұрыс емес ау дегендей пікір қалыптасқан еді. Бірақ мынау бүгінгі күндегі экологиялық мәселелер өте қатты болып жатыр. Сондықтан осы мұнай өндіретін мемлекеттердің өздері де өздерінің белсенділігін білдіріп жатыр. Мәселен, өткен жылғы осындай үлкен жиналыс Араб Эмиратында болды. Ол мұнай өндіретін мемлекет. Биыл Әзербайжанда болады. Біз 2017 жылы экспоны өткіздік. Бізде енді сондай мұнайшы мемлекетіміз ғой. Сөйтіп, біздің өзіміз белсенділік танып жатырмыз. Дүние жүзінде осындай үлкен мәселе бар ма? Біз оны шешуге ынталымыз. Енді соны шеше алмастан жаңағы басқа жолмен, жаңағы жағу жолмен өтетін болсақ, онда біз екі есе тарифі төлеуге мәжбүр боламыз. Бұл біздің жаңағы бюджетімізге ауырлық түседі. Жаңағы кәсіпорындарға ауырлық түседі, халыққа да ауырлық түсуі мүмкін. Сондықтан осы екі үлкен нәрсе, яғни экономикалық өсу, кейін төлем мәселесі бізді басқа жаңағы баламалы электр энергиясын табуға мәжбүрлеп тұр. Ал бүгінгі күнде атом электростанциясынан басқа жолымыз жоқ. Сондықтан біз атом электростанциясын саламыз деп халқымызға осыны үндеу тастап, осы жолмен баруымыз керек. Осы жерде және мен бір мысал айтайын, дүние жүзінде бір 32-33 мемлекетте атом электростанциясы бар екен. Соған кейбір былай жаңағы не дейді, пікірі қарсы адамдар айтып жатыр, қалған 170 мемлекетте атом электростанциясы жоқ қой, олар күн көріп жатыр ғой дейді. Біріншіден, оның барлығы мынау жылу электростанциясынан қолданып тұр, бәрібір. Ол енді азая береді. Екінші, мынау 33 мемлекеттің атом электростанциясынан өте көп мемлекеттер солардың электр энергиясын пайдаланады. Неге? Мәселен, Францияны мысалы алайға, өрде өте көп жаңағы атом электростанциясы, сонда 10-ға мүше мемлекеттердің ішінде мынандай кішкентай мемлекеттер бар. Андорра дейді, Монако дейді, Сан-Марино, Лихтенштейн дегендер. Олар өздері өте үлкен жаңағы жылу электростанциясы, атом электростанциясы жоқ, бірақ жаңағы Францияның атом электростанциясының электр энергиясын пайдаланып жатыр. Сондайларды былай талқылап көрсек, жаңағы 33 мемлекеттің арқасында бір 110 мемлекет осы жылумен атом электростанциясын күнін көріп жатыр екен. Ал енді қалған бір 70-80 мемлекет, негізінен мына Африкадағы мемлекеттер, олар енді мен былай не дейді, бір жаңа орыс тілінде образны дейді ғой, әлі тезек жағып күн көріп жатыр олар. Олар ағашты жағып жатыр. Біз енді ағаш жағудан кеттік қой.
осынша 1000 жылдан бері ағаш жағып, тезек жағып, көмір жағып, күн көрген еді. Көмірді енді ақырғы бір 200-300 жылды. Ал енді біз енді сол мемлекеттердің қатарына қосылуға әрине бізге ол жөн емес. Сондықтан жаңағы тек қана 33 мемлекетте атом электростанциясы бар, қалғандар күнін көріп жатыр деген пікір оншалықты дұрыс емес. Болашақта көпшілігіміз осы атом, электрон, протон, нейтрондық энергияларға өтуге мәжбүр боламыз. Оны дамытуымыз керек. Кейін және бір нәрсе бар, бізде тәжірибе бар. Әрине, мынау Семей аты құрысын, жаңағы бомбалардың, ол да бізге бір тәжірибеміз бар, ол жерде институттарымыз бар. Маңғыстауда, Ақтауда болды біздің жаңағы суды тазалайтын, Алматыда ядролық центр бар. Олар енді бүгінгі күнде мынау радиология, денсаулықты сақтау, сол изотоптар шығарып, халықтың денсаулығына қалай әсер етеді, не қылады, сомен өте үлкен ғылыми ізденістер бар да, біздің жетістіктеріміз де бар. Соны, егерде біз атом электростанциясын салатын болсақ, кейін оны біз былай талқылап, олардан халыққа зиян келтірмейтін жолдарын қарап, халқымыздың денсаулығын, халқымыздың өмір сүру дәрежесін жоғары көтеруге мүмкіндіктеріміз бар. Бір сұрағым бар. Көбісі адамдар бізде қорқады. Осы станция салынса, онда зияны көп болады деп сіздің ойларыңыз? Енді әрине мен бағана айттым, Семейден кейін бұл Қазақстан халқында қорқу басым, біздің өзімізді қорқамыз, себебі ауру адамдар бар болғаннан кейін оларға ондай жағдайға түспейік дейміз ғой. Бірақ енді мен өзім ол жағынан маман емеспін, бірақ мынау сол атоммен шұғылданатын физиктер, жаңағы ядролық технологиямен шұғылданатындар айтады, бүгінгі күнде жаңағының қауіпсіздігі 3 есе қолданылған дейді. 3+ деп қояды ма. Сонда кейін қалдығын шығармастан өте жақсы технология болып, өте қауіпсіз деп айтып жатыр. Мен ойлаймын, мамандарға сену керек. Өзі бір осы жерде енді сәл енді артықша болса да айтайын, бұл атом электростанциясын салуды мамандар шешу керек. Үкімет шешу керек еді. Енді бірақ біз енді демократиялық мемлекет болып, халықты еститін үкімет болғаннан кейін, халқымыздың пікірінде біз біліп, халқымыздағы бір күмәнді нәрселерге де жауап беріп, мен ойлаймын, осындай бір дұрыс шешімге қабылдасақ керек деп ойлаймын. Қорқыныштан өтуіміз керек та. Енді маған бір кездесуде не дейді, қорқатын болса, онда самолетке отырмауымыз керек, көлікке отырмауымыз керек дейді. Енді сол сияқты нәрсе деп айтып жатыр. Ал егер біз осы АЭС-ті салмасақ? Салмасақ та болады. Салмасақ та болады. Онда өткен жылы бізге 2 миллиард киловатт электроэнергия жетпей қалды. Енді ол былай алып қарасаңыз, мынау біздегі жылу электростанциялары бар ғой, әрбір қаланың жанында, солардың қуаты жетеді. Бірақ ол кезде әлгі жаңағы цифрлық бір биткоин дегендер болды, кейін жаңағы пик сағаты дейді ғой, азанда 9-да, кешке 6-да өте электр энергия көп тұтынған кезде жетпей қалады да, біз Ресейден импорттаймыз. Сөйтіп 2 миллиард киловатт электр қуатын біз Ресейден импорттадық. Оған әжептәуір 250 миллион долларлық ақша төледік. Онда біз Қытайдан, Ресейден, ертең Өзбекстаннан электр энергиясын импорттайтын мемлекет болып, жаңағы бидайдан, өсімдік майынан, еттен түскен валютамызды соларға беруге мәжбүр боламыз. Мен бағана айттым ғой, қайтаға біз экспорттайтын мемлекет мүмкіндігіміз болып тұрғанда, неге енді оларды импорттауымыз керек? Мәселе осыда. Жалпы былай айтуға болады, электр жетіспеушілігін жою үшін АЭС керек деп негізінде мамандар да. Басқа елдерге басып айлы болып тұрамыз, бересіңдер ме, бермейсіңдер ме деп жалынып, жаңағы қырғыз бауырларымызға, Қытайға, Ресейге жалынышты болып қаламыз. Мен бір және қосып кетейінші, осы халықтан кездескенде халықтың пікірін тыңдау керек. Оларда қандай күмәндар бар, соған жауап беру керек. Мәселен, неге Германия өте үлкен мемлекет, күшті мемлекет, атом электростанцияларынан бас тартты? Оларда бар еді. Сөйтіп қазір тоқтатты.
2-3 жылдан бері да кезінде. Неге? Себебі Германия мынау Ресеймен екеуі сәл достырақ. Басқалармен енді тарихы сол қалды ғой. Ресейдің көп патшалары сол Германиядан, немістерден әйел алып, арасы жақсы болды. Сөйтіп Германияға мынау солтүстік поток дейміз ғой, северный поток деп 2 трубамен газ бермекші болған еді Ресей. Сөйтіп Германия жаңағы көмірқышқыл газын төмендету мәселесін газмен шешпекші еді, көмірдің орнына. Германияда көмір көп қой, Рур бассейні бар. Олар сол көмірінде тоқтатты, оны химияға істетіп жатыр. Ал енді жаңағы бүтін электростанцияларын жылуды газға өткізер еді, жаңағы көмірқышқыл газын азайту мүмкіндігі бар еді. Бірақ енді геосаяси жағдай сондай болды. Украина мен Польша оларды ескертіп айтты. Мынау Балтық теңізінен бұны самаңдар. Енді Украина түсінікті. Өзі арқылы өтетін трубалардан пайдаланбастан басқаны пайдаланып жүрсе, ол жаңағы геосаяси саясат. Польша айтты, менің Балтық теңізімді егерден сондай бір келеңсіз жағдай болатын болса, біздің экономикамызға өте үлкен әсер етеді деді. Сөйтіп, енді біз бәріміз білеміз, кім жар жібергенін. Ол жұрттың бәрі айтып жатыр. Сөйтіп, Германия өте қиын жағдайда қалды бүгінгі күнде. Газы жоқ. Жаңағы Америка Құрама Штаттарынан сұйық газды естеріңізде болса, осы жаңағы келеңсіздіктер басталған кезде 1000 километр шаршы метр газ көлемде $350 болса, $2000 дейін шығып кетті. Сөйтіп бүгінгі күнде Германияның жаңағы кәсіпорындары Франциядан атом электростанциясын сатып алуға, кейін жаңағы өте қымбат сұйық газды істетуге мәжбүр болып тұр. Бұл әрине өте Германияның экономикасына теріс әсер етті. Олар енді сол атомға қайтадан өтеді ме, өтпейді ме, енді оларда енді саяси жағдай өте шиеленісіп кетті ғой. Жаңағы оңшылдар неге барлық жерлерде күшейіп бара жатыр? Егерде олар енді өздерінің саясаты бойынша оңшылдар болса, олар ертең жаңағы атомды да, мұнайды да, көмірді да жағамыз деп отыр. Мәселе осыда. Сондықтан Германия бізге бұлай үлгі бола алмайды. Ал бізге енді үлгі болатын мемлекеттер, Қытай, Ресей, Индия, Америка Құрама Штаттары, Канада, өте үлкен мемлекеттер, бәрінде атом электростанциясы бар, Франция сияқты. Қосымша Түркия біздің бауырларымыз. Осыда атом электростанциясы бекерге өткен жоқ. Оларда да мүмкін басқа жаңағы жел, күн, мүмкін жалпы оларда жылу жүйесі жоқ. Үйлерін ешқашан жылумен жаңағы көшеде трубамен жылытпайды. Үйлерінің төбесіне жаңағы бочкалар қойып қойғанда соны ыстады. Бірақ бәрібір атом электростанциясын салып жатыр. Неге Ресейдікін таңдады олар? Себебі Ресеймен экономикалық, енді көрші ғой, экономикалық байланысты үзбейтін болашақта сол Ресеймен бірге болатынын ойлап осы нәрселерді істеді. Кейбір оны басқада саясатпен сол Ресеймен бірге Түркия мемлекеті. Ал енді бізге енді Қытайдың өзі Ресеймен көрші қылып жасап қойды. Жерімізді алып көшіп кетпейміз ғой бір жаққа, ұзаққа. Сондықтан мен ойлаймын, мына Еуразиялық экономикалық кеңес шеңберінде өзіміздің жаңағы сөздерімізді өткізіп, пікірлерімізді өткізіп, бізге тиімді жолдарын осы Еуразиялық экономикалық кеңес Ресеймен, Беларусиямен, Қырғызстан, енді Армения мәйлі шешер-шешпес, Өзбекстан, Тәжікстанмен бірге болуымыз керек деп ойлаймын. Түсінікті, сұхбатыңызға көптен көп рахмет.